Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман? Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қазақша контентті қолдап кетсеңіздер. Әңгіменің жалғасы. Арыстан да ол кезде аспирант еді. Ал Төлеген тағы сүймек болғанда, бірақ есімді жидым. Өзіме оны қаншама жақындатып алғанымды тез аңғардым. Масқарай. Таныспай жатып ақындар өнер адамдарының бәрі жүргіш келеді дейтін. Әрине мен мұның алғашқы қызы емеспін. Сол көп қыздың бірінде етіп мені де тастап кетеді. Басыма жалт етіп келген ой осы болды. Сол сәтте мен дөрекілеу бір қимыл көрсеттім. Төлегенді кеудесінен итеріп жібердім, білем. Әйтеуір сытылып шықтым. Содан бастап өзім де әлі күнге дейін анық түсінбейтін бір іс-әрекет басталды. Төлеген күнара кейде тіпті араға күн салмай келеді. Мен көбіне шықпаймын, уақытым жоқ деймін, жалғыз-ақ сөз. Ал Төлеген мұңайып тұрып кетіп қалған соң, бөлмеме келем де төсекте жатып алып оны ойлаймын. Жаңа шықсам ғой, қазір қол ұстасып, анадағыдай жүретін едік. Мүмкін тағы да сол сәттің қайталануын аңсаймын. Жан тәнімен беріле аңсаймын, бірақ неге екенін білмеймін. Үнемі өз сөзіме өзім қарсы әрекет етіп отырдым. Кейде шығушы ем, киноға не театрға барамыз. Ондайда сыртта ұзаққа қалмауға тырысамын. Төлегенді бойыма жуықтатпаймын, тіпті қол ұстасып та жүрмеймін. Үнемі көкейімдегі сөздерді емес, басқа бірдеңе айтам. Ол әңгіме мүлде қатыссыз болып шығады. Төлеген менімен сырласып әңгімелескісі келуші еді. Өзінің армандарын, ойларын айтатын. Консерваторияны бітірем, дейтін ол. Содан соң сен де мединститутты бітіресің. Ештеңе аңғармағандай ары қарай іліп әкетем. Содан соң мен өзімнің ауылыма қайтам. Ал сіздер атақ даңқ алу үшін Алматыда қала берерсіздер. Атақтың да даңқтың да керегі жоқ, дейтін ол менің бұл жолы да әңгімені басқа жаққа бұрып жібергенімді байқаған соң. Мұңайып, шын мәнісінде құнды шығармалар жазсам болғаны, ал мен көп жазам. Және тек жақсы туындылар ғана. Концерттен, симфонияларда, операда, балетте қазіргілерімнің бәрі жаттығу. Көп іс, өте көп іс тындырам. Сен менімен бірге болсаң. Ол арманшыл еді. Тіпті көп армандайтын. Кейде шалқып кететін, мен мықтымын дейтін. Бәрінен де күштімін, әлі көрерсің, бәрін де ұрып жығам. Мақтаншақ деймін мен іштей. Ал кейде өнер жолындағы қиындығын әңгімелейтін. Әй, осы менен ештеңе шықпас деп те қоятын. Қазір музыка жайлы ойларын айтатын, кейде тіпті тым алысқа сілтеп маған мүлде бейтаныс қай-қайдағы бір композиторлар жөнінде хикаялап кететін. Мұның бәрі мен үшін тым қызықсыз, іш пыстырар нәрселер еді. Ал ол табиғатында сөзге сараң болғанымен бір шешілсе ұзаққа тартатын. Әрине мұндайда менің көңілім басқа жақта жүреді. Төлегеннің өзімді сүйетіне көзім анық жетті. Мен шексіз бақытты едім, бірақ оған қанағаттанбадым. Төлеген тағы да қинай түскім келді. Бұл маған қызық еді. Сол кездерде оның қандай күйде жүргенін ойласамшы. Өзімнің мерейімнің үстемдігін сезінген соң, менің тентектігім шектен шықты. Консерватория студенттерінің жатақханасы алыс. Қаланың шет жағында, Атты әскер көшесінде, қазір басқаша аталса керек. Мен Төлегенді ұзағырақ ұстауға тырысамын. Көбіне әдейі істеймін. Транспорт тоқтап қалған кезде талай жаяу кетіп жүрді. Өстіп кеш қайтқан бір күні жатақханада жақындаған жерде 2-3 бұзақы жабылып, бар киімін сыпырып әкетіпті.
өзін соққыға жығыпты. Әйтеуір тірі қалған. Осы жол оған қаншалық қымбатқа түскенін кейін ғана білдім. Ол тақыр жетім еді. Әкесі де шешесі де туған-туысқандары да жоқ. Ешкім қаражат жағынан көмектеспейтін. Және ол кезде жағдай қазіргідей емес. Ақша тауып киіп алғанша ай бойы жолдастарының бірінің ескі пальтосы мен костюмын киіп жүріпті. Осы уақыт ішінде маған бір рет қана қатынады. Ұялған болуы керек. Тіс жармады. Бар болғаны бір үлкен дүние бастадым. Бітіріп тастайтын едім. Жағдай келіспейді. Созылыңқырап барады. Уақытында таршылықты көріп жүрмін деді. Арыстанмен ол төлеген келмей жүрген қаншама шамада таныстым. Бұл екі дүниенің екі шеті сияқты еді. Біріне бірі мүлде ұқсамайтын. Төлеген көркем өнерге табынса, Арыстан әдебиет, музыка дегендердің бәрін еріккеннің ермегі санайтын. Бұрын ғой дейтін ол. Біздің елімізде Толстой да болды, Тургенев те, Пушкин да, Чайковский да болды. Бірақ Россия артта қалған мешеу мемлекет еді. 1905 жылы жапондардан талай жеңілгенімізді тарихтан оқыдым. Орыс армиясы мен флотын Толстой сақтап қала алмады. Таза масқара болдық. Ал қазір ілгері дамыған ғылым мен техниканың арасында Советтер одағы дүние жүзіндегі ең қуатты ел, ең алдыңғы қатарда державаға айналып отыр. Маған Арыстанның батылдығы ұнады. Киім жарып жүретін. Және артық ауыз сөз айтпайды. Қыз көңілін немесе алдарқатуды біледі. Әйткенмен оны сізден беріге жақындатпадым. Мен Төлегенде қызғаныш сезімін тудырғым келді. Білсін дедім. Онсыз да өмір сүре алатынымды. Бір жексенбіде екеуін қатар шақырдым. Үнемі кешігіп жүретін Төлеген бұл жолы ерте келді. Арыстан біз есік алдында шыққан кезде бірақ жетті. Мен тіпті екеуін таныстырсам ба деген ойға кетіп тұр едім. Арыстан бөгет жасады. Кешіріңіз, деді ол Төлегенге қарап. Жүр, гүр етіп, бұл кісі бізбен бармақ па еді. Сөйдеді де мені қолтықтап алып жүре берді. Төлегенге ызам келді. Неге ол да өстіп алып кетпейді? Бұл ойынымның істі насырға шаптырғанын кейін білдім. Бір ай бойы Төлеген көрінбей кетті. Үлкен дүниесін аяқтай алмай жатқан болар деген көкесінмен өзім іздеп бармадым. Ақыры бір күні одан хат алдым. Зия диваннан тұрды да жатын бөлмесіне барып бір көк конверт әкеп құрбысының қолына берді. Бәтима аузы ашық конверттің ішінен ескіріп, сарғайыңқырап 4 бүктеулі қағазды алып жазды. Арасында бірнеше жерден сынған фото бар екен. Сол ма? Бұл Зияның өз суреті болып шықты. Сол жылдардағысы қалың қызғалдақ ортасында тұр. Шашында омырауында гүл қыстырған, қолында да гүл. Сәл еңкейіңкіреген, езуінде күлкі ойнайды. Өзі де гүл рәушті. Бәтима суретке қарап қалған еді. Бұл өмір жолы қызыл гүлге толы сияқты көрінетін кездегі суретім ғой, деді Зия. Естілер естілмес. Қойсаңшы, қайғы түбінде бата бермей. Бетіңе әжім түсіп отырған жоқ. Жасың сұлусың, жассың, сұлусың. Тек ден сау болсын. Әлі қасқа мен жайсаң да талайына кездесесің. Білмеймін, деді қабақтарының арасына қосылыңқырап ойланып қалған Зия. Осы күйімде кетем деймін, бірақ ол күндер оралу қайда. Енді мен үшін ең тәтті минуттар өткенді, қиялдаған сәттер ғана болмақ. Жарайды, оқи ғой. Ішіңнен оқы, мен сенімен ілесіп отырам. Бұл хаттың әрбір үтіріне дейін жатқа білем. Зия, саламатпысың? Осы сөзден кейін нүкте қойдым. Өйткені енді қайтып сенің даусыңды естімейтінімді жақсы білем. Мен кетіп барам. Қатты соқтың ғой.
Не айтайын саған? Адам өз қолын өзі кесе ала ма? Саған ауыр сөз айтарлықтай дәрмен менде жоқ. Абайдың бәрімізде білетін бір өлеңінде қаншама тереңді, қаншама сыр барын осы қазір ғана жүрегіммен сезінгендеймін. Дүниеде сірә сендей маған жар жоқ, саған жар менен артық табылса да, сорлы асық сарғайса да, сағынса да, жартайып жақсы сөзден жаңылса да, шыдайды риза болып жар ісіне, қорлық пен мазағына табынса да. Мен адамның ең асыл, ең асқар сезімдерін музыка ғана толық жеткізіп бере алады деп ойлаушы едім. Әрине сөз құдіретін білем. Дегенмен де, ал мына сөз, шыдайды риза болып жар ісіне. Шыдадым ғой мен де, бақытты едім сол кездердің өзінде. Әншейін ғана сенің даусыңды естіп тұрудың өзі маған қаншама қуаныш әкелуші еді. Қорлық пен мазағыңды көріп жүрсем де, сенің сол даусыңды ести бергім келетін. Бірақ амал бар ма? Осылай болуға тиіс шығар. Мен бұдан ары Алматыда қала алмадым. Осы соңғы айлардың ішінде сүйеніш іздедім, таппадым. Маңдайымнан сипайтын жан жоқ. Қайғы қуанышымды бірге бөліссем деп едім сені. Ал сен мені қиыншылық көріп жүргенде жебеудің орнына жерледің. Өтіп кетті ғой соңғы ісің. Дәл бұлай аяқтаймыз деп еш уақытта да ойлаған жоқ едім. Сен алғаш көргенде арманым аңсағаным өзің ғой деп ем. Сол ән саған арналған еді. Өз әнімді сенің аузыңнан естігенде төбем көкке жеткендей болып ем. Мен емес, сенің өз шығарып маған арнап айтып тұрғандай көріндің. Содан соң бір сәт бақытты құшқандай да болдым. Бірақ кеудемнен итеріп тастадың ғой. Қолыңдағы әлі тұр. Алайда саған өкпелеуге қақым бар ма? Кешір, қазір ойлап отырсам, сол кезде үлкен бейбастақтық жасаған екенмін. Кешір мені. Мені ұнатпаған шығарсың. Әйткенмен сен тым қатаңдық жасадың. Мінезің қатты екен, неткен қыссың. Мен сені жарым дер едім, жаным дер едім. Ал сен тасбауыр екенсің. Ән де менің жүрегімді жарылып шыққан ән де жібітпеді-ау. Бірақ сезімнің шынымен ақ сонша алдамшы болғаны ма? Сен қаншама теріс мінез көрсетіп жүрсең де, ішкі бір дауыс маған үнемі сыбырлап тұрушы еді. Сен оған ұнайсың, ол сені сүйеді деп, мен көңіліме қатты сендім. Сенің көзіңнен кейбір қимылдарыңның маған деген жылы сезімін ұшқыны аңғарып қалушы едім. Әлде солай болып қана көрінді ме? Солай болғаны ғой. Әйтпесе бүйтер ме едің? Қатты соқтың, қорладың ғой, қайтейін. Бірақ алдамшы сезім құрғыр. Көзі көріп тұрған әлі сенбейді. Зия сені сүйеді деп сыбырлайды. Дәл бүгін онысына сене алар емеспін. Осы уақытқа дейін сеніп ем. Алдандым ғой. Жат біреудің құшағында кете бердің-ау. Қош сау бол, сенің шексіз бақытты болуыңды тілеймін. Одан басқа не келеді менің қолымнан? Қош сау бол жаным, ақ тілегімнен тілеймін. Тағы да бақыттың тассын. Артық ауыз кеткендерім болса, кешірерсің, бәріміз де пендеміз ғой. Әлсіздік жасаған шығармыз. Төлеген. Бәтима хатты оқып болған соң, Зия әңгімесін жалғастырды. Менің басыма алғаш оралған ой қайда кетет, неге болды, бір сұмдықтың келгенін білдім. Басым зеңгіп айналып қоя берді. Трамвай аялдамасына жүгірдім. Әлі тұрмын, трамвай жоқ, енді такси ұстамақ болдым. Қырсыққанда қамырын ірейді деген ғой, такси де табылмады. Өтіп жатыр, бәрінде кісі толы. Ақыры біреуі тоқтады-ау. Жол бойы шоферді асықтырумен болдым. Бұл да бір жайбасар екен. Ештеңемен ісі жоқ. Қалыпты жүрісімен тарта береді.
Бұдан жылдам жүруге тыйым салынған дейді. Авария жасауымыз мүмкін. Төлеген деген жігітті білмейсіз бе? Деп сұрадым.